Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Сандуғаш. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте тез дайындалатын зебра пирогының рецептімен бөлісемін. Және құрамы мен мөлшерін описанияға бөліміне жазып қалдырамын. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды салып, үстіне құм шекерімізді қосып, екеуін бір келкі болғанша араластырамыз. Аппақ масса болып көпіруі керек. Оның үстінен зығыр майымызды және қаймағымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Және оның үстіне разрыхлителімізді және ұнымызды еліктен өткізіп саламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және достар, менің каналыма керемет жаңа рецептерді жіберіп алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Және фук еткізіп екіге бөліп алып, біреуіне какаоны қосып, жақсылап араластырамыз. Осылай формаған астына пергамент бумагасын төсеп, 2 қасықтан кезек-кезек тестамызды ыдысымызға құямыз. Зебраның полоскалары шығуы керек. Және қызған 180 градус пеште 25-30 минут көлемінде пісіреміз. Осылай дәміне қарай шоколад салып құйдым үстіне. Оны жасамасаңыздар да өте дәмді, керемет, нәзік, үлпілдек, жұп-жұмсақ болып шығады. Назарларыңызға көп рахмет. Видеомен сіздерге ұнаса, пайдалы болса лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Барлығыңызға ас болсын. Сіздермен болған Сандуғаш.